Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін 4-ші сыныптың 4-ші сабағын өтетін боламыз. Видеоның соңына дейін қараймыз. Бүгін барлық сабақты көрсетіп түсіндіретін боламын. Бізде жаңа сабақ 100 миллион көлеміндегі көп таңбалы сандарды оқуды, жазуды, салыстыруды, берілген разрядқа теңгі сандарды дөңгелектеуді үйренесің. Мына кестеге назар аударайық. Біз алдыңғы сабақтарда да өткен болатынбыз. Бізде 3 класс бар. 1-ші, 2-ші, 3-ші класста бірліктер класы, мыңдықтар, миллиондар класы. Әр класста 3 разрядтан бар. Бүгін біз мына миллиондар класына тоқталамыз. Мына есінде сақта деген ережеге назар аударайық. Миллион бұл мыңдардың мыңы. 1, одан кейін артындағы 3 нөлі бар екен. 1 миллион деп оқиды екенбіз осыны. Миллион келесі кластың, яғни миллиондар класының жаңа есептеу бірлігі. Қарайықшы, мына жерде 1 деген бірлік миллиондар класында тұр. Біз бұны 1.528.609 деп оқимыз. 3 санын қараймыз. Ондық миллиондар қатарында тұр. Ондық дегеннен кейін біз міне 31-ді қосып аламыз. 31 миллион 660.500 деп оқимыз. 9-ды қараймыз. 100-дік миллиондар класының разрядында тұр. Сондықтан 951 миллион деп оқимыз. 5-імізде 100-дік миллиондар разрядында тұр. 523 миллион 312.005 деп оқимыз. Енді екінші есепке назар аударамыз. Сандарды оқы және оларды өсу ретімен жаз, жұп сандардың астын сыз. Мына сандар берілген, бізге өсу ретімен мінеки жазып алдық. 647, 380.210, 26 миллион 890.909, 75 миллион 546.111, 647 миллион 97.352 деп өсу ретімен жазып алдық. Енді жұп сандардың астын сыз дейді. Жұп сандар дегеніміз бізде 2-ге бөлінетін сандарды жұп сандар қатарына қосамыз. Мінеки нөліміз бізге бөлінетін болғандықтан біз осының астын сызып қойдық. Мына 2 саны 2-ге бөлінетін болғандықтан астын сыздық. 7 саны, 9 саны, 1 саны ол 2-ге бөлінбеді. Бұлардың астарын біз сызбадық. Қысқаша тез-тезмен түсіндіріп өтемін. Мына есептерге қарасаңыздар, барлығы мұқият, асықпай паузаға қойып қарап шықсаңыздар, барлығы анық көрсетіліп тұр. 3-ші есеп, берілген сандарды әрбір разрядта барлығы қанша бірлік бар деді. Берілген сандар әрбір разрядта қанша бірліктер бар деді. Қараймыз, сандарды жазып алдық біз. 900.003 санында 900.003 бірлік бар. 905.262 санында 905.262 бірлік бар. Балалар, көріп тұрғандарыңыздай, қанша сан болса мына жерде сонша бірлік болады екен. Осылай жазамыз. Енді келесі 4-ші тапсырма. Жұптық жұмыс. 100-дік мыңға дейін қалай дөңгелектеу керек екенін түсіндір. 4-ші 4А тапсырмасына назар аударайық. 100-дік мыңға дөңгелектейміз. Сандардың барлығын жазып алдық. 100-дік мыңымыз бізде жаңағы кестеге қарайтын болсақ 6-ші разрядта тұр. Біз соңынан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп. 3-тің астын сызып алдық. Бұл 3 бізде 100-дік мың болып тұр. Енді дөңгелектеген кезде біз кейінгі санға қараймыз. 3-тен кейінгі сан бізде 5-тен 5 немесе 5-тен үлкен болатын болса, біз мына 3 санына 1 санын қосамыз. Яғни біз дөңгелектейміз. 1.400.000 деп дөңгелектейміз. Келесі қараймыз. Бізде 6-ші разрядта 100-дік мыңда біз 7 санын көріп тұрмыз. 7-дің астын сызып белгілеп алдық. Енді 7-ден кейінгі санға қараймыз. Бұл 5 саннан кіші сан. 5 саннан кіші сан болса, біз 1 санын қоспаймыз 7-ге. 7-ден кейінгі санның барлығын 0-ге дөңгелектейміз. 700.000 деп дөңгелектейміз. Келесі 8 бізде 100-дік мың. 8-ден кейінгі санға қараймыз. 3 болып тұр. Яғни 5-тен кіші.
барлық сандарды 8-ден кейінгі барлық сандарды 0-мен дөңгелектеп алдық. 800 мың деп. Келесі санымыз 3 бізде жүздік мың. 3-тен кейінгі санға қараймыз. 2, яғни 5-тен кіші. 3-тен кейінгі сандардың барлығын 0-ге дөңгелектеп алдық. 300 мың деп. Енді ә тапсырмасына қараймыз. 4-ші есептің ә тапсырмасына қараймыз. Ондық мыңға, жүздік мыңға дейін дөңгелекте деді. Енді ондық мыңымыз бізде 5-ші разрядта тұр. Соңынан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 9-ымыз бізде ондық мың екен. Енді 9-дан кейінгі санға қараймыз. 9-дан кейінгі сан үлкен екен. Сондықтан біз 3-мізге 1-ді қосамыз. 400 мың деп дөңгелектеп аламыз. Келесі бізде жүздік мыңға, бізде ондық мыңға және жүздік мыңға екеуін кезектестіре отырып дөңгелектедік мына жерде. Жүздік мыңымыз бізде 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-шы разрядта тұрады жүздік мың. 3-тен кейінгі сан 9 бізде. 9 5-тен үлкен болғандықтан біз 3-ке 1-ді қосамыз. 400 мың деп дөңгелектеп аламыз. Неке қалғандардың барлығын солай дөңгелектеп шығамыз. Мына жерде мынау ондық мың, жүздік мың, ондық мың, жүздік мыңға дөңгелектегенбіз. Екеуін кезектестіре отырып. Бізде ондық мың, жүздік мың, ондық, жүздік, ондық мыңға дөңгелектеп алдық. Келесі есепке өтейік. 5-ші есеп. Шығармашылық жұмыс. Сандарды жаз деді. А, Ә, Б нұсқасы көрсетілген осы сандарды жазуымыз қажет. Миллиондар класының 8 бірлігі. Миллиондар класы бізде 7-ші разрядта тұр. 8-ді жазып алдық. 8 бірлігін жазып алдық. Қалған 6 разряд айтылмаған, сондықтан біз 0-мен толықтырдық. 8 миллион келіп шықты. Ә нұсқасы мыңдар класының 12 бірлігі деді. Мыңдар класы бізде 4-ші разрядта тұр. 12-ні жазып алдық, аты айтылмаған сандарға 0-мен толықтырдық. 12 мың келіп шықты. Б нұсқасы миллиондар класының 3 бірлігі және мыңдар класының 8 бірлігі деді. Миллиондар класы бізде 7-ші разрядта тұр екен. 3-ті жазып алдық. Мыңдар класының 8 бірлігі. 8 бізде 4-ші разрядта тұр. 8-ді жаздық. Аты айтылмаған сандарды 0-мен толықтырдық. Сонда бізде 3 миллион 8 мың келіп шықты. 6-шы есеп. Математика күнделікті өмірде. Қала халқының санын 10 мыңдықтарға дейін дөңгелекте. Ауыл тұрғындарының 100 мыңдықтарға дейін дөңгелекте деді. Қараймыз, қала халқы міне жазып алдық. 10 миллион 698 мың 210. Қала халқын 10 мыңдықтарға дейін дөңгелектеміз. 10 мыңдықтар бізде 5-ші разрядта тұр. Мына 9-ның астын сызып алдық. 9 бізде 10 мыңдық. 9-дан келесі санға қараймыз. 5-тен үлкен болғандықтан біз 6-ға 1 қосып 7-ге дөңгелектедік. 10 миллион 700 мың деп дөңгелектеп алдық. Ауыл неке жазып алдық. 7 миллион 697 мың 357. Бізде ауыл халқын 100 мыңдықтарға дөңгелектеу қажет. 100 мыңдығымыз бізде 6 саны. Астын сызып белгілеп алдық. 6-дан кейінгі санға қараймыз. 9, 5-тен үлкен. Мына 6-ны біз 1 санын қосып 7-ге айналдырып қалғанын дөңгелектеп алдық. 7 миллион 700 мың келіп шықты. Келесі бізде 7-ші есеп. Есептеуді орында деді. Бізге сандар берілген, сол сандарға 1 санын қосып, немесе 1 санын кеміту керек. Қараймыз. 20.990-ға 1 санын қосқанда 21 мың шығады. 52.399-ға 1 санын қосқанда 52.400 шығады. 200 мыңнан 1 санын азайтқанда 199.999 шығады. Қараймыз. 318 мыңнан 1 санын азайтқан кезімізде 317.999 келіп шығады. Мінекей осылай 1 санын азайтып, қосып, шығарып аламыз. Келесі бізде 8-ші есеп шығармашылық жұмыс.
9-ға көбейтуді қалай орындауға болатынын ойлан. Осы тәсілді түсіндір. Есептеу кезінде оны қолдан. Өз мысалыңды құрастырып, оны есептеуді досыңа ұсын деді. Мінекей 9-ға көбейтуді қалай орындауға болады деді. Бізге 10-ға көбейту берілген және 9 санына көбейтуді берген, иә? Осының бізді 10-ға емес 9-ға қалай көбейтуге болады деп оңай тәсілін сұрап тұр. Барлығын жазып алдық. Енді қараймыз, 46-ны 10-ға көбейткенде 460 шықты. Енді 46-ны 10-ға көбейтіп алдық қой. Енді 46-ны 9-ға қалай көбейтеміз? Ол үшін 46-ны бірінші 10-ға көбейтіп аламыз. Бұл жерде 9-ға көбейт деп тұр ғой. Бірақ біз 10-ға көбейтеміз дағыны. Мына жерде бізде бір 46 кем болғаннан кейін бір 46-ны алып тастаймыз біреуін. Тең дейміз. 46-ға 10-ды көбейткенде 460 шықты ғой. Енді одан 46-ны алсақ 414 деп осы оңай тәсілмен шығаратын боламыз. Қалған барлығымыз дәл солай шығарамыз. Мінекей 67-ні 10-ға көбейткенде 610 шығады. 67-ні 9-ға көбейткен кезде біз 67-ні бірінші 10-ға көбейтіп аламыз. Сосын 67-ні азайта саламыз. 67-ні 10-ға көбейткенде 670, одан 67-ні азайтсақ 603 шығады. Мінекей дәл осылай қалғандарын шығарып аламыз. Оңай тәсілі осы. 9-шы есеп. Сен зерттеушісің. Балалардың жасы нешеде екенін есепте, жауабын дәптерге жаз. Оқимын. Тыңдаймыз. Барлық балалардың жасын қосқанда 40 жас болады. Серік Арманнан 2 жас үлкен. Болат пен Нұрлан егіздер. Арман егіздерден 1 жас үлкен. Арманның жасы бәрінің жасының қосындысының 4-тен 1-не тең деді. Бірінші Арманның жасын тауып алайық. Мінекей, бәрінің жасының қосындысынан 4-тен 1 дейді. Бәрінің жасы 40. 40-тың 4-тен 1-і бізде 10. Мінекей, Арманның жасы, яғни 10 жаста болып тұр. Ал Арман егіздерден 1 жас үлкен дейді. Егіздер бізде кім? Болат пен Нұрлан. Болат пен Нұрлан Арманнан 1 жас кіші, яғни олар 9 жаста. Енді біз Серіктің жасын табуымыз үшін Арман мен егіздердің жасын қосамыз. Егіздердің жасы 18, Арманның жасы 10, 28. Енді барлық жастан Арман, Болат, Нұрланның жасын алып тастасақ, бізде Серіктің жасы шығады. 40-тан 28-ді аламыз, бізде 12. Неке Серіктің жасы шығып тұр. Ең соңғы тапсырма, 10-шы тапсырма, үй тапсырмасы. Тапсырманы орында. Әр түрлі 6 цифр ойлап, олардан 6 таңбалы 3 сан құрастырып жаз. Өсу ретімен қайта жаз, 10-дық мыңға дейін дөңгелекте деді. Қараймыз. 6 цифр ойла деді. Мен 6-ға дейін жазып алдым. Әр түрлі. Сіздер 7, 8, 9 жазсаңыздар да болады. Біз 3 сан құрастырдық. 6 таңбадан тұратын. Мінекей 231 465, 324 156, 465 213 деген 3 санды құрастырып алдық. Өсу ретімен бірден жазып алдық. 10-дық мыңға дейін дөңгелекте деді. 10-дық мыңымыз бізде 1, 2, 3, 4, 5-ші разрядта тұр. 10-дық үшіміз бізде 10-дық мың болып тұр. 3-тен кейінгі санға қараймыз 1, яғни 5 саннан кіші болғандықтан қалған санның барлығын 0-мен дөңгелектеміз. 230 мың деп дөңгелектеп аламыз. Келесі, 2 санымыз бізде 10-дық мың, 2-ден кейінгі сан 5-тен кіші, яғни барлық сандарды 0-мен жазып аламыз. 320 мың деп жазып дөңгелектеміз. Келесі, 6 бізде 10-дық мың. 6-дан кейін 5 болып тұр. Яғни біз 6 санына 1 санын қосамыз. 470 мың деп дөңгелектеміз. Балалар, осымен бүгін 4-ші сыныптың 4-ші сабағы аяқталды.